Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін біз қысқаша адамның анатомиясына, құрылымына тоқталамыз. Біздегі ең маңызды, қазіргі кезде көбінесе проблема болып жатқан бізде омыртқа, яғни орысша оны позвоночник деп айтады. Соған қысқаша ғана тоқталамыз, таныстырамыз. Соның біз жасайтын жұмыстарына тоқталамыз, қысқаша ғана. Алдымызда біздің макет адамның. Біздің омыртқаларымыз міне тура осындай. Ең бірінші омыртқа, адамның омыртқасы міне. Мынау ең бірінші тұрған. Біз енді орысша оқыдық қой көбінесе. Бірінші омыртқадан басталады. Позвонок бірінші. Бұл атлант деп айтылады. 24 омыртқа бар да адамда. Мынаған дейін. Бұның біріншісі, ең бірінші міне атлант деп айтылады. Бұда міне көрсетіп тұрған. Ешқандай жаңағы не жоқ, шығып тұрған. Желкеңізді ұстайтын болсаңыз, шығып тұрған томпақ нәрсені көресіз. Бұл асистий, атростық деп айтылады. Екінші неде бар да? Аксис деп айтылады. Көбінесе атлантты түзейміз, атлант кетіп қалған деп айтып жатады, сондай әңгіме көп айтылады. Осы міне адамның басы бұрылған кезде мына сүйек, екінші тұрған омыртқа орында тұру керек та. Соның орында тұр, бас бұрылған кезде мына атлант баспен бірге қозғалу керек. Көбінесе адамнан травма болғаннан, неше түрлі жағдайдан басты бұрған кезде қоса бұрылып тұрады да былай. Мына енді макет қой. Мына жерін міне екінші аксисті ұстап, томпағын шығып тұрған. Басты бұрған кезде бұл өз орнында тұру керек, мына екінші томпақ. Мынау ол жерде өзі баспен бірге айналып қозғала береді. Осы жерде көбінесе блокировка болады. Адамның бас ауруы, қанға дұрыс, басқа қанның бармауы деген сияқты, кислородтың бармауы осы атланттың блокировка болуынан көптеген жағдай сол себеп болып жатады. Соны ашып, сонымен жұмыс жасаған кезде бұл орнына келеді. Мына жерде 7 омыртқа, міне, мынаған дейін. 7-еуі бұл мойын омыртқа деп айтылады. Одан кейін былай қарай кетеді, кеуде омыртқасы. Міне, яғында қабыртқалармен жалғанған. Бұл 12 омыртқадан тұрады, кеуде омыртқасы. Одан кейін бел омыртқа міне. Мына жерден басталады. Бұл жерде 5-еуі бел омыртқа. Міне. Көрдіңіздер ғой. Одан кейін мынан зат, оны білетін шығарсыздар. Міне 8 домалақ көзі бар, бізде қазақша 8 көз дейді ғой. Крестец. Осы 8 тесіктерінен нервтер шығады адамнан. Мына бел омыртқа көбінесе бізде проблема осыда болады да. Көп адамның проблемасы осы бел омыртқа. Грижа дейді. Ар жағынан көрсетеміз. Міне. Бел омыртқаның араларында, омыртқаның жалпы арасында қандай грижа деген нәрсе шығып кетеді осылай міне. Көрдіңіздер ғой, әрбір омыртқа осылай өзара жалғанған. Мына жерде міне грижа шыққан, қызыл тұр ғой. Грижа деген осы екі омыртқаның жалғанған жерінен ортасындағы мына дискілер бар ғой арасындағы, сол түрлі жағдаймен, түрлі салмақ түсумен, түрлі жаңадай травманың әсерінен жарақат алып, осылай сыртқа шығып кетіп жатады. Грижа деген қысқаша осы міне. Осы дискілердің сыртқа қарай шығып кетуі, жарылуы, жарылып сыртқа шығып, нервтер сыртқа шығып кетеді, ауыртады.
Енді міне крестец, сегіз көз. Бұл бұрын 4 омыртқа болған, сол бірігіп кеткен дейді крестец. Оның әр жағында қарайтын болсақ, міне құйымшақ дейді ғой қазақша. Адамның ең соңғы міне құйрығы деп айтсақ болады. Құйымшақ деп айтады қазақша. Копчик дейді орысша. Көбінесе әйел адамдар босанғаннан кейін проблема басталады да. Бізге көптеген әйел адамдар хабарласады. Белім ауырады, тізем ауырады, аяғым ауырады. Міне. Ал әйел адам көбінесе босанғаннан кейін мына сүйектердің барлығы ашылады. Мына құйымшақ да ашылады. Бірақ көбіне ол орнына келмей жатады. Соның әсерінен түрлі аурулар алып келеді да ол. Міндетті түрде босанғаннан кейін остеопат маманына қаралу керек әйел адамдар. Құйымшақты орнына келтірту керек, қаралу керек. Әйел адамдарға міндетті түрде. Көп әйел адамдардан сұрасаңыз, босанғаннан кейін пайда болды дейді ауру. Босанғаннан кейін белім ауыратын болды, босанғаннан кейін аяғым ауыратын болды, тізем ауыратын болды деп сондай шағымдарын айтып жатады. Ол міндетті түрде әйел адам босанбастан алдын, босанғаннан кейін остеопат маманына қаралып, мына сүйектерінің дұрыс жабылуын, орнына келуін барлығын қадағалату керек. Орнына келмеген жағдайда құйымшақты орнына келтіруге болатын техникалар бар, остеопат мамандары жұмыс жасайды. Мына құйымшақпен соны орнына келтіруге болады. Енді қысқаша адамның омыртқасы